Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі тіл үйіретін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөктің жасалу жолын ұсынамын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар тары, жұмсақ сары май, сүт және қант. Ең алдымен тарыны ыстық сумен 3-4 рет шайып аламыз. Жуғанда қап-қара кір шығады, тазарғанша бірнеше рет жуамыз. Келесі жасайтынымыз, жуылған тарының үстіне ыстық сүтті құямыз. Бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін тары өз бойына сүтті сіңіріп, жұмсарып, ұлғая түседі. Енді осы тарыны сүлгіге салып, 40 минуттай кептіреміз. Бізде тары кепті, барлығын ыдысқа саламыз. Келесі кезекте үстіне қант саламыз. Араластырып аламыз. Келесі жасайтынымыз, үй температурасындағы сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде майсөк дайын, кесеге салып, үстін басып, ыдысқа әдемілеп саламыз. Мінекей достар, біздің қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк дайын. Жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұйырса тағы да көптеген рецептер салатын боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ақшолпан.